Достар, негізі мына жалған дүниеде бар ғой, ең мықты, ең әдемі нәрсе өзіңмен өзің болу ғой. Өзіңмен өзің айналысу, өзіңе көңіл бөлу, өзің жан дүниеңді, өзіңнің тән дүниеңді мықты сахадатқа жеткізу ғой. Бағанағыдай біреудің әңгімесіне, өсекке, ғайбатқа бүкіл уақытыңды, мегабайтыңды жұмсағанша, өзінің өміріңді жақсартуға, алға қарай ұмтылып, жақсы адамдармен араласып, дамыған, өмірде көп нәрсеге қол жеткізген адамдармен араласатын болсаңдар, ортаны өзгертетін болсаңдар, Алла тағала бүкіл ресурсты береді. Ресурс деген сөз Алланың ырзық несібесі. Ол Алла тағала саған ана бәленшеге бүгін андай ресурс, мына бәленшеге бүгін андай ырзық несібе деп беріп тұрмайды. Ол беріліп қойылған. Құран түсті қаламның бағанағыдай пастысы түгеді деп айтады ғой. Вот сол сияқты адамзаттың бүкіл ырзық несібесі Алла тарапынан беріліп қойылған. Біздер просто оның алу жолын білмейміз, білсек те жасамаймыз. Сол үшін ең бастысы бірінші Алламен ара қатынасыңды түзеу. Содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұйырғандай, отбасымен, бала шағамен, тума туыс, жақын жоқ дос жаран, көрші көлемдермен жақсы мәміледе болу. Жақсы мәміледе болғаннан кейін сол жақсы мәміледе болғанның өзі ол намаз болады, сол зекет болады, сол қажылық болады. Ең бастысы өзімен өзің болу. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі бар ғой, ең тақуалық, ең мықты амал өз нәпсімен өзің әлек болу дейді. Сонда мынандай өлең бар ғой, өзге түгіл өзімді де білмеймін дейді ғой. Сол сияқты өзгеңмен айналысқанша өзімен айналыс.